жұмыскерлердің сақтандыру статусы жайлы айтамыз. Маусымдық жұмыскерлер еңбек келісімшартын белгілі бір кезеңге ғана бекітеді. Мұндай жұмыстарға егіс жинау, көшелерді қардан тазарту, балық аулау сынды қызмет түрлері кіреді. Еңбек келісімшарты бар кезде оны жұмыс беруші сақтандырады және жалақысынан тиісті жарнаны ұстап қорға аударып отырады. Сол арқылы маусымдық жұмыскер сақтандыру пакетіндегі қызметтерді толық пайдалануға мүмкіндік алады. Алайда аталған санат өкілдері жұмыс маусымы тоқтағаннан кейін өзін-өзі сақтандыруды ұмытпағаны жөн. Маусым біткеннен кейін медициналық қызметті кедергісіз пайдалану үшін олар ай сайын 2125 теңгеден төлеуі тиіс. Жарнаны банктердің мобильді қосымшалары, екінші деңгейлі банктер мен Қазпошта кассалары арқылы төлеуге болады. Төлем банктердің тәртібі бойынша 3 күн өңделеді.